Жалақы алатындар тезірек көрсін. Сәлеметсіздер қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. 2024 жылдан бастап кімдердің жалақысы өседі? Министрлік жауап берді. 2024 жылдан бастап кімдердің жалақысы өседі? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі азаматтардың қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесіне өзгерістер енгізу туралы үкімет қаулысын дайындады. Атап айтқанда, біліктіліктің санаттарына қолданылатын коэффициенттерді арттыру қарастырылған. Орындалатын жұмыстарды белгілі бір күрделілікке жатқызу және жұмысшыларға біліктілік розеттарын беру, жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіпкерлердің бірыңғай тарифтік біліктілік анықтамалығына жұмысшы кәсіпкерінің трафик біліктілік сипаттамаларына сәйкес жүргізіледі. Азаматтық қызметшілердің құрамына білікті жұмысшылар кіреді. Түсіндірілгендей, коэффициенттердің ұлғаюы 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақының 85 мың теңгеге көтерілуіне байланысты қарастырылған. Видеомыз кеңінен таралып, басқаларды тезірек көру үшін видеомыз жақындарыңызға, достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.